Қайырлы күн достар, бүгін бізде гармошка тәрізді самса. Яғни бір жасағаннан қамырыңыз осындай әдемі болып шыққанын қаласаңыз, видеоның соңына дейін бірге болыңыздар. Жылы суымызға тұзды салып, араластырып аламыз. Ретіменен қант саламыз. Жұмыртқа саламыз. Ерітілген сары май. Сары майдың пайызы маңызды емес, және ашытқы саламыз. Аздап сұйық май қосамыз. Бірінші салған заттарымызды араластырып алып, содан соң жылы суды құя отырып нан илеп шығарамыз. Орташа қылып илейсіздер, өте жұмсақ болмау керек, өте қатты да болмау керек. Мінекей нанымызды илеп қойдық. Бетіне аздап сұйық май жағамыз да. Нанымызды жылы жерге 15 минутқа, 20 минутқа қоя тұрамыз. Салмамызды дайындаймыз. Менде тартылған ет, сиыр еті, аздап тұз, зире қосамыз. Маңызды емес, қоспасаңыздар да болады. Дәміне қаратай бұрыш және пиязды ірілеп турадым, өйткені дәмі күшті болып шығатын болады. Егер фаршыңыз майлы болмаса, сұйық май қоссаңыздар болады. Егер қой етінен істеп атсаңыздар, майлы болатын болса, сұйық май маңызды емес. Нанымызды 3-4 бөлікке бөліп аламыз. Жақсылап жаятын боламыз. Егер қамырыңыз жұмсақ болып кеткен болса, ұнды көбірек қоса отырып жайыңыздар. Нанымызды жұқалап жайдық. Ораған кезде бостау қылып ораңыздар, өйткені екі жақ шетінен оқтамен өстіп жиырған кезде жиырылмай қалуы мүмкін. Ораған кезде бостау қылып ораңыздар. Және алған кезде де асықпай, тарқата отырып алыңыздар. Сонда наныңыз жабыспай әдемі болып түсетін болады. Оқтауымызды айландыра отырып, екінші қолымызбен көмектесе отырып түсіретін боламыз. Кейбір жерлері қисық болып кеткен болса, ештен кетпей қолмен аздап жөндеп жібереміз. Салмамызды салып, видеода көрсетілгендей бір жақ шетін жауып, келесі бетінде жаба отырып, нанымыздың екі жақ шетін түйетін боламыз. Алдымен қолымызбен белгі қалдырамыз, содан соң пышақтың көмегімен кесіп артық жерлерін алып тастаймыз. Екі жақ шетін түйетін боламыз. Бетінде гармошкасы азайып кеткен болса, асты жағын төңкеріп, асты жағында гармошканы сәндесеңіздер болады. Гармошка тәрізді самсамыздың бетіне бір тал жұмыртқаның сарысы, шамалы сүт қосып, екеуін араластырып жағатын боламыз. Не себепті сүт? Өйткені ол жұмсақ қылып ұстап тұратын болады. Қызып тұрған пеште 250 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Гармошка тәрізді самсамыз дайын болды. Көріп тамашалағандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк қалдыруды ұмытпаңыздар.